Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Кәсіпкер бағдарламасының жаңа санын сіздерге ұсынғалы отырмын. Бүгін біздің шығарылымызда жеткіншектерімізді сұлулық пен сымбаттылыққа, нәзіктік пен сезімталдыққа баулып жүрген биші қызымыз жайлы болмақ. Олай болса, біз бастаймыз. Бірнеше байқаулардың жеңімпазы, бүгінде шәкірт тәрбиелеуісіне ден қойып жүрген Нафиса Жораханның студиясындамыз. Сәлем, Нафиса. Саламатсыздар ма? Қалыңыз қалай? Қалым жақсы. Көңіл күйіңіз қалай? Көңіл күйіміз де жақсы, шүкір. Сіздердің жаттығуларыңызды көріп, өзімде би билегім келіп кетті ғой. Жас буынға тәлімгер болып жүрсіз. Бұл істі қолға алғаныңызға біраз уақыт өтті ме? Біраз өтті, енді шамамен 4 жылдай болды уже. Жақында байқауға қатысқалы жатырсыздар. Дайындықтарыңыз қалай болып жатыр? Дайындық, құдай қаласа, бізде алда Шымкент қаласында байқау бар. Ол жерде жаңадан формат деген байқау, оған дайындық қызу кетіп жатыр бізде оқушыларда. Сіздерде енді ең кішкентай шәкірттеріңіз осы 3 жаста. Кішкентай бүлдіршіндермен жұмыс жасау қиын болып жатқан жоқ па? Жоқ, негізі бізде 3 жастан бастап қабылданады. 3,5 жастағы оқушылар бар, 3 жастағылар да бар. Олармен қиын емес. Өзім осы жастарға келген кезде кішкентайлармен әрбір жұмыс істеп жатқан кезімде өзімде бір биге деген тағы да құштарлығым ашылады. Мен үшін ол қиын емес кішкентайлармен жұмыс жасату. Кішкентайлар әлі буыны қатпаған деп жатамыз. Бұл би жағына келгенде қалай болады екен? Иә, дұрыс, ол би жағына келгенде кішкентайлардың әлі буындары қатпайды, олардікі әлі жұмсақ болады. Қайсы бағытқа бағыттасақ, сол бағытқа бала кетеді. Растяжкалар ашық болады, жаңағы шпагат, мостиктері, буындары сол қатпаған, сонда. Яғни бимен айналысқысы келетін қыздар болсын, я болмаса өзінің балаларын биге беретін ата-аналар болсын, барынша ерте берген дұрыс деп ойлайсыз ғой? Дұрыс берген, дұрыс, но енді бірақ 3 жастар әлі шамамен көріп жатырмын, қазір сәл кішілеу болып жатыр. Менің ойымша 4 жастан берген жақсы. 4 жастан бастап бимен айналысуға болады. Бұл кезде уже баланың жаңағы есту қабілеті де күшейеді. Мысалы, біз қазір кішкентайларға үйретіп жатырмыз, бірақ ертесіне уже есінен шығып кетеді. Сондай. Енді құпия болмаса, жағы 3 жас деп айтып жатыр, 15 жасқа дейін жағы шәкірттеріңіз бар, енді жас ерекшеліктеріне байланысты бағасы қанша? Хорошо, біздің айына 7.000 теңге төленеді. Аптасына 3 рет болады, 2 сағаттан. Бізде және де жаңағы бидің түрлері, народный, халық билері, классикалық билері және де современный, заманауи билерді үйретемін. Сахналық киімдер де бар ғой. Сахналық киімдері ата-аналар енді әр түрлі жарыстарға шыққан кезде ата-аналар өздерінің несінен алып береді, қалтасынан костюмдерді шығарып отырады бізде. Тамаша. 4 жылда енді біраз жетістіктерге де жеткен шығарсыз. Қарап отырсақ, енді бірнеше жаңа дипломдарыңыз, мадақтау қағаздарыңыз да бар екен. Енді алдағы уақытта жоспарыңыз қандай? Иә, бізде осы 4 жылдың ішінде қыздарым жақсы нәтиже көрсетті. Қаншама байқауларға қатысып, жүлделі орындар, бас жүлде және де 1-ші, 2-ші орын алып, Түркістанның атақтарын шығарып жүр. Менің негізі құдай қаласа алдыға қойған мақсатым осы Түркістан қаласында үлкен жаңағы мектеп ашып, биден айналысса қыздарым бүкіл Түркістанды атына шығарып, құдай қаласа тағы да жетістіктерге жетсем деймін. Өзіңізге енді бидің жанры көп қой. Қай жанр ұнайды бидің? Маған негізі латино дейді ғой, бальный танцы, сондай билер. В основном соны өзім ұнатамын негізі. Бірақ маған барлығы ұнайды.
но өзімнің ең жақсы көргенім латиноамериканские танцы. Енді жас буынға жаңағыдай тәлімгер болып жатсыз, мектеп студияңызды ашып, бимен, өнермен баурап жатсыз, Түркістанның атағын әйтеуір даңқын шығарып жатсыз. Жеке кәсіпкерсіз, енді өнерде жүрсеңіз де сізге рахмет айтамын уақыт бөлгеніңізге, жаңағыдай өнерлеріңізді бізге көрсеткендеріңізге.